Сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым қалай блогер бола аламын. 2021 жылы көп біздің көрермендеріміз жаңадан блогер болғысы келіп жүрген мамандар болатын болса, соларға жауап берейін деп шештім. 2021 жылы бұрынғыға қарағанда YouTube'тың алгоритмдері әлде қайда өзгеріп кетті. Мысалға бұрын бір видеоларды жай кілттік сөздерді пайдаланып салғанда 50 мың, 30 мың, 20 мың просмотр болатын болса, ал қазір ондай видеоларды YouTube былайынша айтқанда жүргізбейді. Көп болса бір 100 адам ғана көреді, егер онда да сіз настройкаларды дұрыс жасасаңыз. Сондықтан блогер болу үшін не істеймін? Жалпы 2021 жылы блогер болуға мүмкіндік бар ма? Осы сұраққа жауап берейін. Ендеше кеттік. Ең бастысы астында тұрған подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші блогер болу үшін әрине қандай техникалар керек? Осы сұраққа жауап берейін. Ең бірінші блогер болу үшін бізге компьютер, мышка, клавиатура керек. Не үшін керек? Өйткені сіз монтаж жасауыңыз керек, көруіңіз керек, жазып болғаннан кейін видеоңызды тексеруіңіз керек, қалай болып жатыр. Сол процесстердің барлығын зерттеу үшін әрине компьютер керек. Соткамен де әрине жасауға болады монтажды. Егер мүмкіндігіңіз болмаса, соткамен әрине видеоблог түсіріп, онымен де жасауға болады. Бірақ ол жай қарапайым қолданушыға өте қиын. Оның арнайы курстарын, сіз мобилография, соткамен қалай түсіру керек, қандай ракурста, дауыстары, дыбыстары бәрі дұрыс па, оның бәрін жақсы білетін маман болсаңыз, әрине соткамен бастауға болады. Ал жалпы қарапайым қолданушыға енді YouTube-ға кіріп атқан маманға онымен монтаж жасау өте қиын. Мен өзім 15 жылдық IT саласындағы маман болсам да, соткамен түсіріп монтаж жасап, оны сіз YouTube-қа құюдың өзі өте оңай емес. Сіз превью жасауыңыз керек. Ол соткамен жасау былайынша айтқанда практически мүмкін емес. Бірақ ешнәрсе өкінбеңіздер. Міне осы компьютер ең бірінші керек сіздерге. Компьютер жаңа айттым, мышка, клавиатура. Одан кейін сізге керек міндетті түрде камера керек. Камераның сізде қандай түрі болуы мүмкін? Веб-камерамен түсіріп бастасаңыз болады. Менің видеомды қарасаңыздар, тек қана әзірге веб-камераларды пайдаланамын. Одан кейін профессиональный камера алсаңыздар болады. Немесе өзіңіздің соткаңыздегі нағыз камераны қолдансаңыз болады. Егер енді сіз веб-камерамен жұмыс істейтін болсаңыз, компьютерге міндетті түрде наушник керек. Міне, наушник, кәдімгі обычный өзіңіздің қолданып жүрген наушникті пайдалансаңыз болады. Немесе профессиональный наушниктерді алсаңыз болады. Мысалға қосымша петличка. Мен қазір петличкамен сөйлеп тұрмын. Осындай профессиональный беспроводной петличка алсаңыз болады. Немесе проводпен определенный бір метрге жететін петличка алсаңыз болады. Міне, осы құрылғылар міндетті түрде керек. Қосымша профессиональный ары қарай дамитын болсаңыз, қосымша айта кетейін, сізге штатив керек болатын болады. Одан кейін хромакей түсіру үшін бір фондар сатып алсаңыз болады, готовы. Одан кейін өзіңізге камераңызға іліп қоятын, қолыңызға ұстап жүретін рукоятка, тағы да басқа тағатын, иыққа тағатын, егер сіз экстремалды видеосъемкалар жасайтын болсаңыз, сондай небір инструменттерді ала берсеңіз болады. Бірақ алғашқы бастаған кезде оның бәрі әрине міндетті емес. Сізге керегі компьютер, міндетті түрде желательно наушник болғанда микрофон, сосын міндетті түрде түсіретін камера, сотка немесе осындай камера алып алсаңыздар болады. Міне осы техникаларды міндетті түрде керек. Осы техникалардың бәрі сізде кішігірім дайын болатын болса, онда сіз алғашқы видеоңызды түсіресіз. Сол түсіріп болғаннан кейін сіз оны енді канал ашасыз. Сол ең маңыздысы бұл жерде канал ашқан кезде сіз нені жақсы көресіз, неден профессионалсыз. Желательно бастаған кезде содан бастағандарыңыз дұрыс. Себебі сіз каналыңыздың атына қарай өзіңіздің ішіне құятын контенттеріңіз сай болу керек. Мысалға сіз мені қарасаңыздар, мен мысалға IT маман деп қойдым, мен IT технологияға байланысты видеоларды көп салам ішіне. Сіз қандай каналыңызды неден профессионалсыз, сол жөнінде каналды міндетті түрде ашасыз. Одан кейін
сол каналдың ішіне не жасаңыздар? Оформлениесі жасайсыздар. Шапкасын жасауды ұмытпаңыздар. Одан кейін, шапкадан кейін значок жасайсыздар. Міне, ол туралы мен отдельно видео тағы да түсіретін болам. Мен каналымда түсіргенімде часто, осы YouTube-қа байланысты көп нәрселерді түсіретін болам. Сонда толығырақ көретін боласыздар. Міне, осы нәрселердің бәрін ескеру керек пошагово. Енді сұрақ. 2021 жылы мүмкіндік бар ма YouTube канал ашып, подписчик жинауға дейді? Әрине бар. Әр қашан кез келген нәрседе мүмкіндік бар. Оны ашу керек, одан кейін оған эксперимент жасау керек. Сіз қандай контент түсіресіз? Контенттердің түсірімдердің әртүрлі нәрсе болады. Долгосрочный деген болады. Ұзақ мерзімді контенттер болады түсіретін. Немесе қысқа мерзімді хайповый контенттер болады. Мысалға сіз ұзақ мерзімді дегенге қалай түсінуге болады? Мысалға мен компьютерді қалай установка жасаймын, переустановка жасаймын деген сияқты сұраққа. Оны хайповый емес қой. Оны сіз саласыз, оның сіздің клиенттеріңіз 2-3 жылдың ішінде жаймен көре береді. Сіздің солай көрермендеріңіз көбейе береді, подписчиктеріңіз жинала беретін болады. Ол тақырыпқа байланысты. Ал егер сізде бүгін пожар болып жатыр бір жерде, или бір нәрсе, бір жаңалық болып жатыр, немесе прямой эфир болып жатыр, міне, сондай қызықты тақырыптарды, кеше ғана болған, мысалға, Димаш Құдайберген там кеше осындай чемпион болды Қытайда, нені жеңіп алды гран-приді деген сияқты, славянский базарда деген сияқты сондай нәрселерді мүмкіндігінде, или там Макгрегор шықты, бүгін кеше төбелес болды, сіз 1 сағаттан контент шығарсаңыз, бұл хайповый. Бұл бірден сізді бір аптаға дейін көтереді, одан кейін оны ешкім көрмеуі мүмкін. Сондай контенттердің түрлері болады. Әрине, әрқашан оны зерттеу керек. Ең бірінші сіздерге айтып кетерім соңында, егер осы инструменттерді қолданып, алғашқы YouTube каналына кіріп жатсаңыздар, ең бастысы қолданатын бұл жерде техника, айтайын дегенім, регулярность дейді. Сіз қандай жаман болса да, ең бастысы түсіруді тоқтатпаңыз. Кемінде айына ең жоқ дегенде бір видео түсіруіңіз керек. Мүмкіндігінше апта сайын түсіріңіз. Мүмкіндік болса, даже күнде түсіріңіз. Өйткені көп түсірген сайын сіздің тәжірибеңіз өсетін болады. Менің каналымды қарасаңыздар, ең басында менде жаман веб-камерамен, кәдімгі жаман балкондағы жатқан сумканың ішіндегі веб-камераны алып, соны құрастырып, сонымен бастаған болатын. Микрофон вообще болған жоқ. Одан кейін жаман сынық микрофон, бір қалып қойған бір ескі микрофонды пайдаландым. Одан кейін кәдімгі профессиональный микрофон сатып алдым. Одан кейін проводной петличка сатып алдым. Одан кейін беспроводной петличка сатып алдым. Одан кейін веб-камераның түрлерін, қымбат модельдерін кете бердім. Одан кейін стрим түсіруді үйрендім деген сияқты. Одан кейін осындай профессиональный 4К-сы бар камераларға жеттім. Міне сол сияқты сіздер әрқашан дамып отыратын боласыздар. Міне, ең бастысы регулярно түсіре беріңіздер. Сізге басында адам кірмеуі мүмкін, 1 адам болуы мүмкін, 2 адам болуы мүмкін, 3 адам болуы мүмкін. Ең бастысы сіз түсіре, сөзіңізді дұрысталады, ісіңізді дұрысталады, программаларында терең ауыр түрлерін қолданатын боласыздар. Міне, ең бастысы осы нәрселерді ұмытпаңыздар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Алғашқы YouTube бастап жүрген көрермендеріме ең бастысы Қазақ IT каналын қолдап, астында тұрған подписаться батыруды ұмытып кетпеңіздер. Осындай қызықты контенттерде кездескенше сау, саламатта болайық.